Кескін изображение, image, жүктеу, загрузить, load, сурет салу, рисовать, draw. Бұл бөлімде біз ең көп таралған Pygame-де де бар модульдермен танысамыз. Олар Pygame Surface, Pygame Image, Pygame Event, Pygame Draw, Pygame Mouse. Surface модулі кескіндерді көрсетуге арналған Pygame нысаны болып табылады. Surface модулі бір кескіннің үстіне екіншісін салады. Негізгі қабаттың бетіне source берілген қабатты сызады. Үстіңгі жағына surface сурет салады. Мұнда depth cartridge, яғни X, Y өстерінде. Source қабаты area, width, height, яғни ені мен биіктігін бастапқы беттің өлшемдері болып табылады. Surface get rectangle көріністі қайтару, яғни X, Y, width, height, ені мен биіктігі. Мұнда X, Y беттің жоғарғы, сол жақ бұрышының координаталары. Surface with height өлшеміне сәйкестігі, яғни ені мен биіктігіне қарай сәйкестігі болып табылады. Image модулі кескіндерді жүктеу және сақтау функциялары бар нысан. Кескін Surface нысаны ретінде жүктеледі. Surface класы оларды басқаруға мүмкіндік береді. Яғни сызықтар салу, пиксельдерді орнату, аймақтарды түсіру және тағы басқа жұмыстарды жасай береді. Pygame Image Load файлдан жаңа кескінді жүктейді, яғни суретті жүктейді. Event модулі Pygame нысаны оқиғалар және кезектермен әрекеттесу үшін қолданылады. Pygame барлық оқиғаның хабарламаларын оқиғалар кезегі арқылы өңдейді. Осы модульдегі кіші бағдарламалар оқиғалардың кезегін басқаруға көмектеседі. Яғни сурет салғанда біз кезек ретімен суретті салатын боламыз. Pygame'де кез келген оқиға, мысалы пернені басу, event objects нысандарынан тұратын тізімге орналастырылады. Барлық нысан оқиғалары event type әдісі арқылы қатынасуға болатын түрге ие. Яғни қандайда бір оқиға жасайтын болсақ, бұл event objects нысанымен жүзеге асатын болады. Pygame event get әдісін қолданып, кезекпен оқиғаларды алуға болады. Mouse модулі Pygame нысаны тінтуірмен жұмыс істейді. Pygame mouse set pose тінтуірдегі меңзер қызметін орнатады. Pygame mouse set cursor тінтуірдің меңзер жүйесі үшін кескін орнатады. Draw модулі Pygame фигураларды сызуға арналған нысан. Pygame Draw Rect төрт бұрышты салу үшін. Pygame Draw Polygon көп бұрышты салу үшін. Pygame Draw Circle шеңбер салу үшін. Pygame Draw Ellipse салу. Pygame Draw Arc эллипстің доғасын салу. Pygame Draw Line түзу сызықтың қиындысын салу. Pygame Draw Lines бірнеше іргелес сегменттерді салу. Pygame Draw Align тегіс сызықтарды сызу. Pygame Draw Aligns тізбектегі тегістеліп сызылған сызықтар үшін қажет. Сурет салуға арналған модульді түстермен толықтыруға болады. Компьютерде түстер қалай пайда болады? Компьютер экраны үш түсті пиксельдерден тұрады. Қызыл red, жасыл green, көк blue, яғни RGB түстерін құрайды. Бұл үш негізгі компонентті 0 мен 255 аралығындағы араластыру арқылы барлық түстермен олардың реңктерін алу әдісін ұсынатын түс үлгісі бар. Түс атауы black, қара бұл 000 форматта болады. White бұл ақ 255, 250, 255 форматында. Red бұл қызыл 255, 0,
0 форматта беріледі. Green жасыл 0,255 0 форматында. Blue көк 0,255 форматында беріледі. Cyan 0,255 яғни ақшыл түс. Magenta 255 0,255 яғни фиолетовый түсте. Күлгін қызыл. Yellow 255 0 яғни сары түсте. Яғни біз бұл жерде 8 түрлі түспен жұмыс жасайтын боламыз.